Осымен 6-шы жыл қатарынан өтіп отырған фестивальдің тәрбиелік мәні зор. Биыл да ұйымдастырушылар тәуелсіздік мерекесі қарсаңында ұлттық мәдениетті, өнерді, мемлекет тілді насихаттау мақсатында жарқын мереке ұйымдастырып отыр. Мы этим хотим показать пример, что Осы арқылы біз жыл сайын ұлттық мәдениетті насихаттауды мақсат етеміз. Осында фестивальға келгендерді халқымыздың салт дәстүрімен, қолөнерімен, мәдениетімен таныстырамыз, тарихымен таныстырамыз. Әрбір жас өз отанының тарихын, оның мәдениетін жақсы білулері тиіс. Дәстүрлі фестиваль биыл жаңаша түрде өткізілді. Алғашқы бөлімді ұйымдастырушылар келушілерді ұлттық қолөнер, ұлттық мәдениетімізге саяхат жасауға шақырды. Онда қазақтың ұлттық дастарханы, қолөнері мен өнері жайлы сыр шертілді. Бұл қазақтың ұлттық дастарханы. Мұнда әрине біздің қымызымыз, айранымыз, шұбатымыз және өте дәмді бауырсағымыз бар. Бұл фестивальдің негізгі мақсаты енді осы өскелең жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру, ұлтына, еліне деген бір сүйіспеншілікті ояту ғой. Енді бұл фестивальдің негізгі шараның ұйымдастырушылары осы қазақ мәдени орталығы және Нұр Отан партиясы филиалы ArcelorMittal Теміртаудағы, сонымен қатар жастар клубы Теміртаудағы. Осы мінекей үш ұйым бірігіп үлкен осы 6-шы жылдағы біздің ұлттық мәдени фестивалімізді өткізіп отырмыз. Фестивальде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының қызметкерлері мен олардың балалары мемлекеттік тілде көркем сөз оқу байқауына қатысты. Менің Қазақстаным атты байқауға қаладағы Айналайын және Кендердор балалар үйінің тәрбиеленушілері де қатысты. Биылғы жылы енді біз бірінші рет осы ArcelorMittal Теміртау компаниясының қызметкерлері және осы олардың балаларының арасында бір үлкен көркем сөз оқу байқауын ұйымдастырып отырмыз. Бұл көркем сөз оқудың негізгі мақсаты енді осы мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру, сонымен қатар осы елімізге деген сүйіспеншілікті арттыру. Енді бұл жаңағы екі категориядан тұрады. Бірінші категория үлкендеріміз деп отырмыз, ал екіншісі жаңағы жас жеткіншек кішкентай балалар, 6 мен 14 жас аралығындағы балалар. Бұларға қойылатын талап мемлекеттік тілде Қазақстан, менің Қазақстаным тақырыбында бір жатқа өлең оқу. Әр бала, әр үлкен өзінің дайындап келген жаңағы өлеңін оқиды. Айнеге күн, шытыры аспан, кен дала, тосы толқыған югын. Көлдері көке көместер шашқан. Қазақстан, республикам менің. Туған жер, туған ауыл қымбат маған. Ешкімге бұл сезімді былғатпағам. Мен оның өзін ғана сезінетін, қастерлі қасиетін жырлаппаған. Сүйемін сен, туған елі атамекен, абзал анам, сенсің ғой құшағың кен, жер мен көктен жанатын бір өзінсің. Сенің артық не табам, қайда кетем? Асан қайғы емеспін, қасымын мен үздеймін деп жүр үйік. Көркем сөз оқу байқауына ересектермен бірге 6 мен 14 жас аралығындағы балалар да қатысты. Айта кету қажет, бұл байқауға тек өзге ұлттың өкілдері ғана мемлекет тілде мәнерлеп оқудан бақтарын сынады. Мен оны түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оны қасиетті тілін сүйем, мен оны құдіреті үнін сүйем. Елімнің атын айтсам Қазақстан, жерімнің атын айтсам Қазақстан, қойнауы қазынаға толған мекен, байлығым атын айтсам Қазақстан. Күш кеміді, айбынды туқуады, кеше батыр бүгін қорқақ бұғады. Еріке ұмытылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек сылдыр соғады. Әділқазылар алқасын байқауға қатысушылардың барлығының өнері тәнті етті. Айрықша кішкентай ғана Еваның өнеріне аса ризашылықтарын білдірді. Сәлем белдім саған келем, тал пісігім туған келем. Сәлем белдім балыңызге, қазақ тілі дейін делдім. Біздің отан Қазақстан, елбасымыз Нұрсұлтан, бас қаламыз Астана, жаны туған жас қала.
Фестивальде қазақ мәдени орталығы өнерпаздары мерекелік концертте берді. Соңынан Әділқазылар алқасы көркемсөз оқу байқауының жеңімпаздарын марапаттады. Металлурга комбинаттың қызметкерлері арасынан екінші қаңылтырғақтау цехының жұмыскері Елена Петрова, оқушылар арасынан Айналайын балалар үйінің тәрбиеленушісі Галина Богачева, ал кішкентай бүлдіршіндердің арасынан Ева Ходырова бірінші жүлденің иегері атанды. Айта кету қажет, осы байқауға көп балалы ана, қазақтың қол өнерімен жақын таныс Татьяна Коваленко да жеңімпаз атанды.